Сәлем достар, мен сіздерге бүгін қайнатпалы кремнің рецептін көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керек заттардың барлығын дайындап алдық. Сүт, қант және ванилин, 2 жұмыртқа, 4 ас қасық ұн, оны алдын ала илеп алдым және сары май. Біріншіден бөлек ыдысқа сүттің көп бөлігін құйып, қайнатып пісіріп алатын боламыз. Бөлек ыдысқа сүттің қалған кішкене бөлігіне қантымызды саламыз және ванилинді салып миксерлейтін боламыз. Сіздер қолмен араластырсаңыздар да болады. Араластырып болдық. Енді 2 жұмыртқамызды және ұнымызды салып араластыратын боламыз. Келесі піскен дайын ыстық сүтімізді араластыра отырып саламыз. Дайын болды. Енді бөлек басқа ыдысқа салып қайнататын боламыз. Үздіксіз араластырып отыру қажет. Асты күйіп кетуі мүмкін. Біздің креміміз қоюлана бастады. Міне осындай қою болу қажет. Басқа ыдысқа салып, сары майымызды аз-аздан салып, араластырып отырамыз. Міне біздің нәзік әрі дәмді қайнатпалы креміміз дайын болды. Бұл кремді кез келген тортқа және эклер, профитроли сияқты десерттерге, торттарға қолдансаңыздар болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Рецепт ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер.